Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздерге наурыз көженің, яғни қазақтың ұлттық тағамы наурыз көженің рецептімен бөлісемін. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Егер де каналға тіркелмесеңіздер, тіркеліп алыңыздар. Бұл наурыз көже өте дәмді, оригинал рецепт, сондықтан дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі керемет болып шығады, және де отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен таза үлкен қазанға немесе осындай кастрөлімізге еттерімізді саламыз. Менде осындай сүйек және де кептірілген қазы, яғни сүрленген қазы және қаракесек ет салдым. Енді осының үстіне толықтай салқын су құйып қайнататын боламыз. Кәдімгі еттің қамырын қайнатқандай көбігін алып жақсылап қайнатамыз. Мендегі кастрөлдің көлемі 8 литр. Толтырып су құйдым. Және де ұзақ қайнайды. 2,5-3 сағаттай қайнаса еттеріңіз жұп-жұмсақ, былбырап, әдемі болып піседі. Көбігін толықтай алып тастаңыздар, бетін жауып, тағы бір қайнатсаңыздар, толықтай көбігі бетіне шығатын болады. Енді дәнді дақылдармен таныстыра өтейін. Бұл жерде мен жүгері қолдандым, сары жүгері, мынау арпа, перловка деп атайды ғой. Және де қасындағы бидай. Барлығын бір пиала, яғни 200 грамм көлемінде, 100 грамм, 200 грамм көлемінде бәрін дайындап алдым. Ал бұл тары. Құрт керек болады, және де айран. Сонда бізде барлық жаңағы 7 түрлі өнім болды. Өз қалауыңыз бойынша басқа да дәнді дақылдарды қосуға болады. Біраз етіміз 1,5 сағаттай қайнағаннан кейін құрттың үстіне осы ыстық жаңағы сорпаны құйып қоямыз, яғни құрт жібіп тұруы қажет. Құрт салсаңыздар өте дәмді болады, сондықтан міндетті түрде салыңыздар. Енді келесі кезекте дәнді дақылдарымызға су құйып, жаңағы газге қайнатып пісіріп алып бұқтыратын боламыз. Бұл жерде бидай мен перловка жарты сағат 45 минут көлемінде пісіп қалады. Ал бірақ жүгерінің пісуі қиындау, ұзақ уақыт алады, сондықтан етті салған кезде бірден жүгеріні жаңағыдай бөлек кастрөлге, табаққа салып, жаңағы пісіріп алыңыздар. Етіміз піскеннен кейін осылай бөлек жаңағы ыдысқа алып аламыз, және де суы азайып кетсе, үстінен су құйсаңыздар да болады. Менде шамамен 6 литр көлемінде су қалды. Енді барлық дәнді дақылдарымызды салатын боламыз. Осылай жеке-жеке пісіріп салатын болсаңыздар, наурыз көжелеріңіз дәмді әрі сорпасы тынық болады. Жүгеріні де осылай сорпамен кішкене барлық жерін тазалап, қайттан құйып жібереміз. Енді толықтай барлық дәнді дақылдарымыз жарылып піскенше қайнататын боламыз. Мен жарты сағат көлемінде тағы да қайнаттым. Осы кезде жаңағы құртымызды вилканың көмегімен немесе осылай блендермен, қасықтың көмегімен езіп дайындап қойыңыздар. Енді суығаннан кейін еттерімізді осылай 4 бұрышты етіп турап салдым. Тек қана қаракесек етті салуға да болады. Мендегі жылқы еті кішкене майланған түрі. Барлығын орташа көлемде 4 бұрышты етіп салдым. Ал қазыға келетін болсақ, қазының аздаған бөлігін, жаңағы тіккен жібін алып тастап, аздаған бөлігін ғана турап алдым, қабығын алып тастап, одан кейін қалған бөліктерін дөңгелек етіп, жаңағы отбасыңызға ұсынғанда кесенің бетіне салып беруге болады. Сүйектен де қалған, жанынан шыққан еттерін барлығын осылай турап салдым. Сонымен қатар каналымда өте дәмді ыстық тағамдардың, тәттілердің, пирогтардың рецепті бар. Және де оразаға арналған салаттардың рецепті бар. Қарап көріңіздер, төменге описание бөліміне қалдырамын. Жарты сағат дәнді дақылдарымыз қайнағаннан кейін үстіне жаңағы тарын саламыз. Тары бізде 5-10 минут шамасында тез піседі. Осылай барлығын салатын боламыз. Тарыны салып болғаннан кейін артынша жаңағы туралған етімізді саламыз. Өстіп, тағы да 15-20 минуттай бір қайнатып алсаңыздар болады. Барлығын бір жақсылап араластырыңыздар, түбі жабысып қалмасын. Егер сорпасы қатты тартылып бара жатса, үстінен ыстық су құюға болады. Енді менің наурыз көжем пісті, үстіне жаңағы құртты салатын боламыз. Құрт жақсы дәм береді, сондықтан жақсы салыңыздар. Қатық қосуға болады, сүзбе қосуға болады. Мен бұл жерде айран қостым. 200 грамм шамасында айран құйдым. Барлығын жақсылап араластырамыз, және де дастарханға ұсына берсеңіздер болады.
Наурыз мерекесі баршаңызға құтты болсын. Егер де осы рецептпен жасап көрсеңіздер, комментарийге жаза кетіңіздер. Дәміне қарай тұз саласыздар, және де осы рецепт ұнап жатса, төменгі жақта поделиться деген бөлім тұр. Соны басып, WhatsApp желісінде чаттарға, группаларға бөлісіп қойыңыздар. Егер де каналға тіркелмеген жаңа оқырман болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Барлығын кесемізге салып құйып аламыз, және де үстіне жаңағы туралған дөңгелек қазымыздан салып дастарханға ұсынатын боламыз. Осы әдіспен жасап көріңіздер, өте керемет болады. Менің отбасыма қатты ұнады. Сондықтан сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Және де каналымда алдағы уақытта осында екі түрлі формада женттің рецепті шығады. Сондықтан каналға тіркеліп алыңыздар.